Сәлем достар. Бізде бүгін жаңа сериал. Ол сериалдың аты «Ұсқынсыз қыз өзіншеге айналды» деп аталады. Біз сериалымызды бастайық. Ой, кешіктің ғой, сабақтың басталуына 5 минут қалды. Ой, кешіріңіз, кешіктім ба? Кешіккенім үшін кешірім сұраймын. Айтпақшы, таныстырып қояйын, кеше құжатын тапсырдың ба сен? Я тапсырғанмын. Бұл бізде жаңа қыз, жаңадан келген оқушы. Міне танысып қойдыңдар. Атың кім? Менің атым ба? Басқа кімнің атын сұрап тұрмын енді. Бәрінің атын білемін. Бәрі аттарын таныстырып шыққан соң. Ана қызды қараш. Фу, түрі жаман. Соны айтамын да. Ал бұл орынға барып отыра ғой. Сол сен кітабын сөзге бұл орынға қойып қойғам. Рахмет. Матем сабағын ашыңдар. Артық кітаптар сөмкесіне салып қойыңдар. Мүмкіларына. Не болып кетті? Так, сабақты бастаймыз. Апай, әлі қонымыз соққа жоқ қой. Ой, жарайды. Әлі 5 минут бар ма? Қанша минут бар? Жоқ, апай, 3 минут қалды. 3 минут қалды, мана 5 минут. 2 минут өтіп кеткен ғой енді. Уақыт заманауи етте осы. Ой, мен не сыпыра берейін. Сағат қанша болды? Ой, қоңырау соғатында уақыт болыпты ғой. Ой, қоңырау соқты. Ал бастаймыз ба? 1 минут қалды ғой. 1 минут қой сол. Әкелші телефонды сен. Сосын аласың менің сабағым біткен соң, түсін бе? Жарайды. Бізде қазір... Мына бірінші есепті шығара беріңдер, ал өздерін. Шығара беріңдер. Қоңырау соққан соң, не істей беріңдер? Бірден бәріне шейін барлық тапсырма орындайсыңдар, үргерсіңдер. Үргермесеңдер, қалғандардың бәрін үйге аласыңдар. Мен жайлап шығып кете қояйын. Жарайды, апай. Міне келдім. Мен неге шақырдыңыз? Саған қағаз, бір документ берем, соны сен толтыру керексің, барлық мұғалім толтырды. Жарайды. Сен толтырмай қалдың жалғыз. Мынау сенікі, мынау сенікі. Өзіңіз фамилияңызды, қолыңызды, атыңызды жаздыңыз ба, Жаздым ғой. Толтырып ал. Оңай екен ғой. Оңай, Кумаш. Мен едім алмайтын болдым, неге? Неге аласың? Апай қайтам. Ой, әлі қоңырау соққан жоқ қой. 40 минут болды ма? Қарайыншы. 40 минут болған не болды? 5 минут қалды, соңғы есепті шығартайын. Соңғы? Мен де соңғы есепке келдім. Сендер қалай тез шпаргалка алып келе жоқсыңдар ма? Жоқ, алып келге жоқпыз. Өздерін есептен шығара беріңдерші. Ой. Ё-майо. Мен 5-те жүрмін. Менде. Ой, қалай тезсіңдер? Мен 1-де. Менде тоже 1-де жүрмін. Мен алтын шығарып отырмын. Біз үйге кетіп алмаймыз. Үйге аламыз біз.
Я біз үйге тамамыз. Ой, мен тамаққа барып келем. О, қоңырау болды. Тоқташ, жүрші, әжетханаға барып келейікпіз. Иә, солын айтам да. Апай, шыға тұрасыз ба? Біз әжетханаға отырып алайын десек. Иә. Есікті кілттеп алыңдар. Шықшы, жарайды. Міне болдым. Ал үйіңізге кете берсеңіз болады. Тұста артық дыбыстар болса кешірім сұраймын. Так, не өзінше болып тұрсың, не болды? Не болды деп қояды ғой, ұялмай қызармай. Мен түсінбедім, қыздар. Түсінбейтін несі бар? Неге мына ысқынсыз түрмен өзінше болып жүрсің? Келесте бізге көшуге бересің түсінің ба? Мен міндетті емеспін, міндеттісің. Неге міндетті болуым керек? Кетіңдер бар. Мен тамақ жеп аламын. Қай тамақ? Болдыңдар ма қыздар? Иә, болдық. Көрсеткен саған көшіруге берейін. Қоңырау соғады солай. Так, қыздар қазақ тіліне, иә. Бүгін естідіңдер. Тамақтарын жеп алыңдар, тез. Жоқ, сумкаларына салып қойыңдар. Апай, менде сумка жоқ. Ананкына сала тұр, сосын береді ғой. Жарайды. Сендер не ағашулансың? Сендер не ақ күліп отырсыңдар? Сабақтың ішінде ашуланып күлуге болмайды. Жарайды. Мен қазір келемін. Қаным ашып кетті ғой, бір нәрсе алайыншы. Болды. Ал 36-шы жаттығуға қараңдар. Сол сурет бойынша мәтін құрайсыңдар. Сосын оқисыңдар маған. Ережелер ғой, почти. Так, ой, сіз толтырмай қалдыңыз ба? Иә, мен толтыруым түскем. Бәрі толтырды ойласам. Ой, мен көтібіне қалып көтенді. Қыздар, әрт ешіп қойықшы, бір жоқта. Апай 37-ні айтып тұрған жақты ғой. 36 деді ғой, жарыр. Апай садасып кеткен шығар. Орындарсай. Жарайды, не болды, жай ғана айттық қой. Сонда түсінбейсің ба? Болған болар енді, мен оларға уақыт беріп кеттім. Мен де болып қалдым как раз. Өзіңіздің атыңызды жаздыңыз ба? Жоқ, жазуымда. Болдыңдар ма? Иә, апай, болдық. Так, сен жаңадан келген сияқтысың, иә? Иә. Атың кім? Мери. Тамаша есім екен. Ал енді оқы бастап. Бірінші қатарсың ғой. Қатардан. Жарайды. Апай, сіз ережелерді ма? Мәтін құра. Ой, садасып кеткен ғой, кешінде. Мәтінді оқы. Аха. Маған көктем мезгілі ұнайды. Көктемде керемет мейрамдар және менің де туған күнім болады, яғни 7 сәуір болады. Сәуір айында тағы да бір қатты боран бес қонақ деп аталады. Сәуір айын ұнатпайтын ғой. Көктем мезгілін ұнатпайтын адам жоқ шығар. Көктем деген өте керемет қой. Жарайсың, өте керемет. Ал оқы. Маған көктем мезгілі ұнайды. Мен туған күнім сәуірдің 17-сінде болады.
Көктем мезгілі өте керемет мезгіл. Қарның да тоқ болады. Себебі анам маған қарным деген тоқ болады. Себебі анам маған ол кезде көктем сайын бір қорап бургер алып келеді. Бірақ оны тауыса алмаймын. Қысқа шейін жеймін. Және көктем мезгілінде анам маған PlayStation алып берді. Сол күн әлі менің ойымнан кетпейді. Бір қорап бургер қысқа шейін жеймін деп тұр ғой. Сөйтіп айтпайсың ба, қысқа шейін жеуге ма? Иә. Ондай жаман болып кетпей ме? Жоқ, жаман болмайды. Ал оқыңдар. Сенбес қой енді. Көктем мезгілі керемет мезгіл. Маған көктем апаймен дұрыс жазбағам, қайттан жасамам, отыр. Маған көктем мезгілі ұнамайды. Себебі сәуірдің 17-сі ұнайды. Себебі ол бір жақсы баланың туғаны, ал сәуірдің 7-сі мүлдем ұнамайды. Себебі ол ұсқынсыз қыздың туған күні болады. Көктем мезгілінде мен туған күні болса да маған ұнамайды. Себебі бір ұсқынсыз қызға ұнайды екен. Қыздар, болыңдар не? Түрі жаман көріп отыр, өздерінің түрлеріне қараңдар. Біз тап-таза, керемет, қап-қара емеспіз. Мен мазақтамаңдар, сен емес, қоп қонар емеспіз яғни. Соны айтам, бізді мазақтамаңдар. Сен бар екенсің, ашық қонар емессің. Маған көктем мезгілі өте қатты ұнайды. Себебі көктем мезгілінде суға ойнайсың. Барлығы оқып болғанын соң. Так. Ал. Сау болыңдар, балдар. Сау болыңыз, апай. Сығырнаға барып келеміз, Жоқ, бармаймын мен. Кетем. Қолымызға ұстап барамыз енді, апай. Енді өздеріне ондай. Өтірік айтам, анда сап қойындарсы. Сиғандарынша. Жарайды. Мен сумкамен алып барамын. Мүшке түсіп кетем. Стан ташап кетуге болады ғой. Онда ешкім оқымайды бізден басқа. Хат. Минуттарым сонша ұсқынсыз ба? Жарайды. Өтіп кетейін. Стоп. Кезекке тұр. Жарайды, не болды? Байқамай қалды. Не болды, өтіп кетсің, жаңадан кейін оқыс ой. Ой, көршісін жақта отырып өтіп кетейін да енді. Сен отса енді, неғып тұрсын? Енді адамдар өтіп әтір ғой есіккен. Мұғалімдер күттім да. Давай, шығайын. Мен өтіп кетейін. Апай кезекте тұрмыз. Өтейін дегенде өтейін. Жақындайындар. Бірінші жақында барыңдар, сосын жүремін мен. Кел менің орныма тұрасың ба? Жоқ, тұра бер. Мен тұрдым да. Мен тұрдым да. Жақындайындар кішкене. Сендер менің орныма тұрып алғандар неме артта қалып қойдың ғой? Сен менің артымда тұрдың. Енді жағаласып кеттік қой. Енді менің кезегім.
мына масканы канча күн колдонуп анан тизи мазактап, бирок дым пайдасы тимейт да, отуруп көрөйүнчү. Агартуушун алдым ғой. Неге ондай? Мен лучше барып өзгөрүм керек. Осы кийимди кийип. Оорап калмасам, жок, мынаны да тастаймын. Ал биз баштайбыз. Эмне? Энди түзүн өзгөртөбүз. Жок, бул тым жаман. Өзүнүн акчасына иштеп жатыр, эч кимден кайсырмай. Міне осы керемет. Аягында эч кандай болмасын. Мындай эч кандай болмасын. Ой, достар, кешіріңіз. Енді мына шаштың көзін астырамыз. Ана қыздар бар, өзінше мен айтайын деп шығар. Міне, осы ой, мындай ма ол? Мақсы екен ғой, қайдамыз. Міне, әдемі бұл. Басқа бар ма екен? Мұны да ыстырайын. Міне, жоқ, мынау ше. Осы. Менде ештеңе жоқ болсын. Осындай болады бетімде. Азыр ешқандай да болмайды. Киімді ауыстырамын. Қай киімді кисем екен деп ойланыптым. Мына киімді киейін деп шештім. Басыма міне осындай тақсам, осыны тағайын. Міне осы әдемі. Міне өте әдемі болды. Ендіден осы киіммен керемет болып барамын. Бірақ маған өзі сумка алу керек. Мен сумканы қайдан алсам болады? Жарайды, етімді тапты. Маған ондай тамақтар жеуге болмайды. Мен мынаның барлығын мусорға тастаймын. Ой, сөйтті ойларым. Мыналарды тастаймын. Жалғыз ананас тастамаймын. Мен сүтті білмеймін, ақтайма, ақтамайма, күлкі ақтайды берем. Тұсы жаңдай фрукты осындай латын. Кружканы ақтамайм. Варенье асап қалған. Кофе ішем, мына кофем бар, ішпей жүр едім. Ұнамай қалып. Ал енді нанды да тамақты ластап отыруға керек. Енді тамақты ластыруға болмайды. Мен толтырып фрукт алып. Ана жерде фруктылар бар.
торттар қалып қойыпты ғой. Лимонадный соус жеймін. Вот мне мынаны тастамаймын. Лимонадный деппін ғой. Шыда салатым. Міне андай пияз секілді морковь сондайлар алуымыз керек болады біздің. Бәрібір дүкенге барамын. Керек емес заттарды лақтырамыз. Тек бокалмен ішетін боламыз. Артық ұрыстыра беруге болады әрине. Ал достар, сіздермен бірге біз магазинге барамыз. Мына кітаптарымды қояйын да, мынаны лақтыруға барайын. Стоп. Остамызға арқаланып жүрейін бе? Лучше. Саннан атын кішкене ұмытыптым. Сыныптарын ойлаптым, мектепте қазір қалай айтам. Есіме түсті. Ирей. Достар, шыныңыздарыңызды айтыңыздар. Әдемі бе? Ал кеттік. Дүкенге барады. Орныма отырайын. Тут түсінемін, қарындауды қоям екен. Білмеймін де. Білмеймін оны. Мен қайда отырар едім. Қатта болыпсыңдар қойсыңдар. Жаттаймызда, конечно. Точно дұрыс отырдыңдар ма? Бір адам, екі адам қалып видео. Мен оның араға солшысты ғой. Ой, кешер. Бір оқушы репетитор. Олай немей. Сәлем. Всем привет, яғни. Сыныпты шатастырып кеттің ау. Сенкі анаяқтағы бөлмеде емес пе? Асханадан кейінгі. Жоқ, мен мереймін ғой, танымай қалдыңдар ма? Қалай әдемі бе? Достар, кешіріңіздер. Әдем болып кеттің, рахмет. Ой, рахмет ғой. Жүр, асханаға барып қайтайық. Мынау менің жігітімді алып барды ғой. Қуана барам. Бұдан көрі мен әдемі емеспін бе? Қарасай, шашымды түйіп алған. Мынандай әдемі нем бар. Үстімде әдемі түрме ақ. Ту баршы, анау әдемі. Бар сен көрген. Одан көрі мен әдемі емеспін бе? Қарасай, ту айтпашы ол сөзді. Не жейсің? Мен бургер жеймін. Сөйт, мен сен үлкенін ал. Сөйтіп екеуі бір-біріне ғашық болып қалады.
Сөйтіп біздің сериалымыз да аяқталып қалды. Сау болыңыздар.